Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Қазақтың тұңғыш ұстазы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойына арналған ұлттың ұлы ұстазы тақырыбындағы сынып сағатын бастаймыз. Сынып сағатының мақсаты ұлы ағартушы педагог, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығына тоқтала отырып, шығармаларын насихаттау, еңбек жолынан үлгі алуға тәрбиелеу. Көрнекті ағартушы Ыбырай Алтынсарин туралы бейне материалға назар аударыңыздар. Кел балалар оқылық, оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағлар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар деген өлең жолдарын есімізге түсіреміз. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы дүниеге келіп, 1889 жылы дүние салған. Ғалым, ағартушы, педагог, жазушы, этнограф. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының Торғай жерінде дүниеге келген. Әкесінен жастай айырылған Ыбырайды атасы Балғожа би тәрбиелейді. Ыбырай Орынбор қаласында орыс-қазақ мектебінде оқиды. 1857 жылы Орынбор шекаралық комиссиясы жанындағы мектепті алтын медальмен бітіреді. Мұнда орыс, араб, татар және парсы тілдерін жақсы меңгеріп шығады. Мектеп бітіргеннен соң атасы Балғожа бидің хатшысы ретінде тілмаштық қызмет атқарады. 1864 жылы Торғайда қазақ балаларына арналып ашылған мектепте ұстаздық етеді. 1879 жылы Ыбырай Алтынсарин Торғай облысында мектептердің инспекторы қызметін атқарады. Ол жұмысын барлық ынта жігермен істеді. Ыбырай Алтынсарин Ырғыз, Николаев, Торғай және Елек уезінде 2 сыныптық орыс-қазақ училищелерін ашты. Ыбырай Алтынсаринді балалар әдебиетінің атасы деп атайды. Ол Санкт-Петербург, Қазан, Мәскеу қалаларында болды. Орыс ағартушылармен танысты. Олардың бір қатарының еңбектерін қазақшаға аударды. Ыбырай Алтынсарин дарынды жазушы да болды. Ол негізінен балаларға арнап жазды. Балаларға түсінікті, тілге жеңіл тиетін оқулық пен оқу құралдарын және көркем шығармалар жазды. Кел балалар оқылық, өнер білім бар жұрттар деген өлеңдері балаларды оқу білімге шақырды. Бұл оқушылардың оқуына, жатталуына жеңіл, білімдік және тәрбиелік жағынан маңызды еңбектер болып табылады. Ыбырай Алтынсарин кел балалар оқылық. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоғылық. Істің болар қайыры, бастасаңыз алала, оқымаған жүреді қараңғы қаралап. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоғылық. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Оқысаңыз балалар, шамнан жағылар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоғылық. Мал дәулеттің байлығы бір жұтсаң жоқ болар. Оқымастың байлығы күннен көп болар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоғылық. Сиса көйлек үстінде тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Өнер білім бәріде оқуменен табылған. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоғылық. Надандықтың белгісі еш ақылға жарамас. Жойылып жүрген айуандай ақ қараны танымас. Аяңшыл ат бармас. Ыбырай Алтынсариннің тәрбиелік мәні зор әңгімелері өте көп. Соның ішіндегі жаман жолдас деген әңгімесін айтып берейін. Екі дос кісі жолдастасып келе жатып бір аюға ұшырапты. Бұл екі кісінің біреуі әлсіз, ауру екен. Ал екіншісі мықты жас жігіт. Аюды көрген соң бұл жігіт ауру жолдасын тастап, өзі бір үлкен ағаштың басына шығып кетеді дейді. Ал жаңағы екінші кісі байғұс ағашқа шығуға дәрмені жоқ, жерге құлады да созылып өлген кісі болды да жатты. Естуі бар еді, аю өлген кісіге тимейді деп. Бұл аю жатқан кісінің
қасына келіп иіскелеп тұрды да дыбысы білінбеген соң тастап кетеді. Онан соң манағы жолдасы ағаштан түсіп аурудан сұрапты. Достым, аю құлағыңа не деп сыбырлап кетті? Ауру айтады дейді. Аю құлағыма ақыл сыбырлады. Екінші рет тар жерде жолдасын тастап қашатын достармен жолдас болма дейді. Ана тілін оқытуда ол Толстой, Ушинский, Каменский, Илинский және тағы басқа ағартушылардың еңбектерін басшылыққа алды. Ыбырай Алтынсарин қазақ қыздарына білім беруге ерекше көңіл бөлді. Білім беру 1880 жылдар басталды. Оқушыларға арнап оқулық, мұғалімдерге қырғыздарға орыс тілін үйретуде алғашқы басшылық атты көмекші оқу құралдарын жазды. Қазақ халқы деген оқу білімге сусап отырған халық. Әттең, бұл іске оқыған адамдардың жаны ашымайтыны есіңе түскенде кейде күйінесің деп, Ыбырай Алтынсарин ел билеушілерге, орыс әкімдеріне қатты реніш білдірді. Ыбырай Алтынсарин орыс география қоғамының мүшесі болды. 1868 жылы ағартушының осы қоғамның жинағында Орынбор ведомствосы қырғыздардың құда түсумен үйлену тойы кезіндегі әдет ғұрыптарының очеркі атты мақаласы жарық көрді. Қазақтың ағартушы педагогы Ыбырай Алтынсарин қазақ балаларына оқу білім бере отырып, елдік, отаншылдық қасиеттерді дарытып, тек қана заман ағымына сай білімді патриот азаматтарды тәрбиелеудің маңызына көңіл бөлді. Білім бар жұтар, тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді. Ыбырай Алтынсарин жан жақты білімді ағарту ісіне бүкіл күш жігерін жұмсаған адал да қарапайым адам болды. Ол қазақ халқының келешегін тек өнер мен білімде деп түсінді. Ыбырай Алтынсарин 1889 жылы 48 жасында қайтыс болды. Арқалық педагогикалық институтында Ыбырай Алтынсаринге арналған мұражай ашылды. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сынып сағатында 180 жыл толып отырған тұңғыш қазақтың елінде мектеп ашқан алғашқы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен еңбек жолымен толық таныстыңыздар. Міне, осындай тәрбиелік мәні зор сынып сағаты арқылы сіздер әр істі ойланып, ақылмен жасауға, кішіге қамқор болуға, ата-анасын сыйлап құрмет тұтуға, еңбекқор болуға үйренеді деп сенемін. Қош сау болыңыздар.